Айшагүл Пойразды шақырып, біз мұндай кезде кете алмаймыз, сол үшін сен кет, көзіме көрінбе деді. Мен саған ойыншық емеспін, қалаған кезде келіп, қалаған кезде кетіп қалатын деді. Айшагүл: жарайды, кету керек болса кетемін деді Пойраз. Екеуі де бір-бірін қимай жылады. Пойразға хабарлама келді. Таңба бар, картина. Сосын Танер журналист звондады. Осы сурет пе деді. Я деді Пойраз. Құрып кеткір, ол тұзақ. Олар барлық жерде, олардан аулақ жүр. Мені танымайсың деп телефонын тастай салды. Милтемге Зұлпқар кездесуге келіп отырды. Ол камерада құлап қалды. Оны ауруханаға алып кетті. Шынарлар кешкі ас ішіп отырды. Ағасына әкесінің өлімі қатты батты. Эда келіп Невраға бірдеңе айтты. Ол келсін деді. Эда: қымбаттым, келші деді. Танысып қойыңдар, күйеуім Хикмет деді. Пойраз бен Синан келді. Айшагүл Пойразды көріп түрі бұзылып кетті. Шынар, сіздер таныстырайын, Айшагүл менің жұбайым, Явуз менің ағам. Хикмет мырза енді біздің қауіпсіздігімізге жауапты деді Шынар. Ұлың бар екен, айтпадың ғой деді Невра. Ол Хикметтің бірінші әйелінен деді Эда. Демаламыз деп кетіп қалды олар. Айшагүл үстіне су төгіп алдым деп олардың артынан шығып кетті. Пойраз: не істеп жүрсің деді Айшагүл келіп. Ол менің атым Хикмет, қызметте жүрмін деді Пойраз. Милтемді ауруханаға әкелді. Зұлпқар да келіп еді, оны кіргізбеді. Айшагүл: барамды, бәріне айтамын деп еді. Олай болмайды, бәріміздің өмірімізге қауіп төнеді деді Эда. Пойраз: сізді қорғауға келді, бәрін түсіндірем. Іштеріңізде қауіпті адам болуы мүмкін деді Эда. Айшагүл кетіп қалды. Синан: әке, енді осында тұрамыз ба деп еді. Уақытша деді Пойраз. Жарылыс жасағандарды таптық деді Мүнтаз Эдаға звондап. Мүнтаз жарылыс жасағандарды тауыпты деді. Ол кетіп қалды. Исаны жарған адамды өзім табамын деді. Сосын Эдаға звондап, соңғы 2 жылда жарылыстан қаза тапқандардың тізімін тауып бер деді. Бахри бәрін жинап маңызды бірдеңе айтамын деді. Сендердің білулерің керек деп ойлаймын. Бірақ ешкімге айтпаңдар, Пойраз тірі деді Бахри. Бәрі таң қалыпты. Мүнтаздар жарылыс жасағандарды ұстауға келді. Пойраз да келді. Менсіз болмайды деді. Іштегі адам барлық ақпараттарды жойып, қасындағы адамдарды атып өлтіріп, өзін де атайын деп жатқанда ішке Пойраздар кіріп келді. Әлгі адамды қолынан атты. Сендер кімсіңдер деп сұрады Пойраз. Ол оны білмегенің абзал деді. Жанкештіні, тілшіні өлтіру үшін пайдаландыңдар ғой я деді Пойраз. Не деп кетті деді Мүнтаз. Қитұрқы әрекеттеріңді түсіндік. Нысанадағы адамды бомбамен жарып істеріңді жасырып жүрсіңдер. Өткен жылы профессорды өлтірдіңдер. Сырт көзге лаңкестік әрекет болып көрінгесіне ешкім ештеңеден күдіктенбейді деді Пойраз. Енді осыны істеп жүрген кімдер деп сұрап еді. Пойраз: саған кімдер екен айтсам да, мекен жайын берсем де, сен оларға күшің жетпейді деді ол. Ол кімдер сонда деп еді. Сен кім екенін білмейсің, мүмкін қасында жүрген шығар деп ымдап еді. Олармен келген біреу оны атып жіберді. Пойраз ол адамды атты. Зұлпқар Милтемді алып қашамыз деп жігіттерді жинап жоспар құрды. Пойраздар өлген адамның киімін ашып таңбаны көрді. Сен бұл жарылыс туралы қайдан білдің деп сұрады Мүнтаз. Ештеңе білмеймін, тек сыр тартып көрейін дедім деді Пойраз. Пойразға Эда звондады. 8 түрлі жарылысты тергедім. Барлығы бомба жарылысы. Қаза тапқандардың барлығы бетке ұстар адамдар, шенеуніктер, ғалымдар, журналистер, барлаушылар, инженерлер деді Эда. Енді солардың бәрін байланыстыратын ортақ нәрсені табуымыз керек деді Пойраз. Сендердің тыңшыларыңның аты кім деп сұрады Пойраз Мүнтаздан. Керім деді Мүнтаз. Ол көп нәрсе білуі мүмкін. Қазір ең алдымен журналисті табуымыз керек деді. Ол іспен өзім айналысамын деді Мүнтаз. Зұлпқарлар жоспар құрып отырғанда Милтем келді. Сен қайдан жүрсің деп еді. Қашып кеттім деді Милтем. Невра Эдаға Хикметті шақыр деді. Пойраз келді. Бахри Айшагүлге мынау не істеп жүр мұнда деп сұрады. Білмеймін деді Айшагүл. Невра Пойразға фирмада қол қоятын құжаттар бар екен, соны әкеліп бересіз бе деп еді. Ескертіп қояйын Невра ханым, мен сіздің қауіпсіздігіңізге жауаптымын. Егер барып кел, шауып кел үшін алсаңыз басқа адам іздеңіз деді Пойраз. Жақсы, басқа біреуді жібере сал Эда деді Невра.
Айшагүл, сенімен сөйлескім келеді, деді Бахри. Пойраз не істеп жүр, неге оны Хикмет дейді деп сұрады. Мен де ештеңе білмеймін, деді Айшагүл. Бахри звондап Пойразды шақырды. Не болып жатыр, не істеп жүрсің, деді Бахри Пойразға. Бұл үйге қауіп төніп тұр, біреулер бопсалап жүр деген пікір бар. Барлау қызметі осы үйге орналастырды, ресми тапсырма, деді Пойраз. Эда звондады, журналист жайлы ақпарат таптым, деді. Тапсырманы орындаймын да кетемін, деді Пойраз Бахриге. Сосын көлігіне мініп кетіп қалды. Явуздың адамы звондап Садриддинге жұбайыңызбен бір кеш болады, соған келіңіз, деді. Сүңгілге оқуда бір жігіт қасынан шықпай жүрді. Айшагүл Синанға келді. Сен маған ренжіп жүрсің бе, деді Айшагүл. Ол сен әкемнің тірі екенін білген жоқсың ғой, деді Синан. Тек әкемнен басқа ешкімді сүймейді деп ойладым деп еді. Мен де солай ойладым, деді Айшагүл. Шіркін, бұрынғыда екеуміз бірге болсақ қой, деді Синан. Сені қатты сағындым деп Синанды құшақтады Айшагүл. Мен де сағындым, деді Синан. Журналисті қарттар үйіне шақырып Пойраз бен Эда ұстап алды. Сенімен тек сөйлесеміз, деді Эда. Синан Айшагүлге Жағназадан кейін әкесінің тірі екенін білгенін айтты. Неге маған айтпадыңдар, деді Айшагүл ренжіп. Маған ренжімеші, олар айтсам әкеңнің басы бәлеге қалады, деді деп айтты Синан. Пойраз, енді сен бізбен біргесің, деді журналистке. Бір жерге апарамыз, бәрін айтып бересің деп алып шықты. Пойраз іште қарттармен қалып қойды. Эда журналисті алып шығып кетейін деп жатқанда бір адамдар келіп оны алып кетті. Эда Невраға құжаттарды әкеліп еді. Невра, Хикмет қайда, келсін, бірге тамақтанайық, деді. Журналисті ұрлап кеткен Бахридің адамдары болып шықты. Эда мен Пойраз Невраның үйіне кешкі асқа келді. Менің немерем деп Мелиспен таныстырды. Мелис, қалай таныстыңдар деп сұрады. Бахри журналистке келді. Ол мен сені танимын, деді. Менен не керек болды деп еді. Сенімен Пойраз туралы сөйлесемін, деді Бахри. Ол кім деп еді. Қарттар үйінде олмен бірге болған жоқсың ба, деді Зулфқар. Әлгі барлаушы ма, деді журналист. Оған сенен не керек деп еді Бахри. Мен ештеңе білмеймін, мені өлтірмеңдерші, деп жылады ол. Пойраз Эдамен қалай танысқанын өтірік айтып отырды. Айшагүл, екеуіңіз жарасасыздар, деді. Невра Айшагүл мен Шынардың таныстығы да өте әсерлі болды, деді. Қалай таныстыңыздар? Маған қызық болып тұр, деді Пойраз. Менің көлігім аударылып өртеніп жатырды, деді Айшагүл. Апатқа түскен екенсіз ғой, деп еді Пойраз. Иә, ол кезде қиын кездерді бастан кешіріп жүргедім, деді Айшагүл. Не болып еді, деді Мелис. Сүйген адамымнан айырылдым, деді Айшагүл. Пойраз қобалжып кетті. Сол кезде Шынар мені құтқарып қалды. Бір сәтке жалғыз тастамады, деді Айшагүл. Естеліктер өмір сүреді ғой, деп еді Пойраз. Жоқ, ұмыттым. Шынар маған қиын күндерді ұмыттырды, деді Айшагүл. Біз кетейік, Синан үйде жалғыз, деді Эда. Хикмет мырза сыпайы, тәрбиелі адам екен, деді Невра. Керемет жігіт қой, деді Мелис. Пойраз ашуланып келді. Хикметіңе де, үйіңе де, қызметіңе де, бәріне де рахмет деп айғайлады. Олар бүкіл жерді басып алған, бүкіл әлемді басқарып отыр, деді журналист Зулфқарға. Оларды қалай табамыз деп еді Зулфқар. Үштік шиыршық белгілері бар, деді ол. Мен оларды талай жылдан бері зерттеп келемін. Олар туралы көптеген деректер таптым, деді журналист. Пойраздың не шаруасы бар сенде деп еді. Ол да бірдеңе сезіп қалды, деді ол. Мелтем естіп тұрды. Сосын Пойразға звондап Зулфқар бір адамды ұстап әкелді. Журналист па бірдеңе. Басты мақсаттары сенің не білдіріп жүргеніңді білу, деді Мелтем. Журналистті Бахри әкетті, деді Пойраз Эдаға. Өзім шешемін деп кетіп қалды. Садриддин мен Сүңгіл кешке келе жатырды. Сүңгіл оқудағы жігітті көріп қалды. Ол жасырынып көліктен түсіп кетті. Садриддин Явузға серіктестікке келісемін, деді. Зулфқар Бахриге келіп, ана адамның есі ауысқан, деді. Пойраз Бахридің үйіне келді. Әке, журналист сізде екен, ол адам маған керек деп жатыр еді. Полковник келіп Пойразды құшақтап жібермей жылады. Мүнтаз бастығымен келді Бахридің үйіне. Қалай Бахри деп құшақтап амандасты Мүнтаздың бастығы. Сенде бізге тиесілі бір адам бар, деді. Эда Мүнтазға звондап журналист Бахридің үйінде екенін айтып қойған. Айшагүлдің өміріне қауіп төніп тұрған жоқ па? Пойраз ол үйде не істеп жүр, деді Бахри. Жоқ, әсіресе Пойраз сол үйде жүргенде, деді ол. Әлгіні әкеліңдер, деді Бахри.